Әнші Ерке Есмахан мен Райым жақында сәбилі болатынын хабарлап, көпшіліктен сүйінші сұраған болатын. Ерке Есмахан гендер патиді қашан өткізетінін айтты деп жазады өз Инстаграм парақшасында. Тағы әнші Инстаграм парақшасында оқырман сауалына жауап берген. Желі қолданушысының бірі Ерке Есмаханнан гендер патидің қашан өтетінін сұраған. Ал әнші болашақ сәбиінің жынысын жұбайы екеуінің білетінін және гендер пати ұйымдастыратынын жеткізді. Өзіміз білеміз. Тек көпшілікке қалай жеткізетінімізді әлі ойластырмадық. Алла бұйыртса болады деп жазды Ерке Есмахан. Сонымен қатар Ерке Есмахан жүктілігі жайлы естігенде жұбайы Райымның қандай сезімде болғанын да айтты. Ондай сәтті түсіріп алмайды екенбіз. Әке болатынын естігендегі сезімін айта алмаймын. Айтпаймын, қазір маған ұрсат деп жауап берді Ерке Есмахан оқырман сауалына. Айта кетейік, осыдан бірнеше күн бұрын Ерке Есмахан аяғы ауыр екенін хабарлаған болатын. Әнші Ерке Есмахан күйеуі Райымның туған жері Жайық өңірінде екенін айтқан болатын. Өнер иесі қайын жұртында қонақ күткенін Инстаграм парақшасында көрсетті. Ерке келін. Бүгін үйде қонақ күтіп у-шу боп жатырмыз. Жанұямыздың атынан әрқайсыңызға тек бақыт тілейміз. Бізге жаудырған жылы лебізіңіз қабыл болсын деп жазды Ерке Есмахан. Айта кетейік, осыған дейін Ерке Есмахан Оралға барған қайын атасының гүлмен қарсы алғанын көрсеткен болатын. Сонымен қатар жақында Ерке Есмахан мен Райым бейнебаян арқылы жақында сәбилі болатынын хабарлады. Ерке қызымыз аман есен қолына сәбиін алып, қуанышты күндерін көп өткізсін дегім келеді. Видеома лайк басып қолдап кетіңіздер.